Сәлем достар. Бану мен Ұлжанның арнасына қош келдіңдер достар. Достар, бүгін бізде 3-ші рет бірақ мантыйды ашамыз. Бану мен Ұлжан қоймай жатыр. Бізге де секретіне шықсыншы, тағы да бір рет алшы, пожалуйста, ең соңғы рет алшы деп қоймаған соң магазинге келдім. Қазір біз жылтырақ мантыйды сатып аламыз. Ал достар, біздің қыз ойыншықтар әлеміне келді. Іздеп жүр не алатынын. Сонымен бар ма екен, қарасайшы. Мен өзім қолдан жылтырақ манты істеген келеді. Достар, айтпақшы, біз қолдан жылтырақ манты жасап жатырмыз. Соған ішіне салатын бір заттарды іздеп жүр. Жылтырақ, ішін безендіріп, секретный болды ғой. Ішінен жылтырақ та болды ғой. Сондай жылтырақ. Достар, біз алыстан іздеп жүрдік. Үйдің қасында магазинде тұр екен ғой, мынадай ойыншықтар. Қаланың ана шетіне барып іздеп жүрміз ғой. Сонымен қазір үшеуін алып жатырмыз. Достар, мына жерде әлем тырнақтар бар екен, бірақ кішкене қысқалау екен. Біздің үйде де тырнақ бар. Ұзын, мынадан 2-3 есе келетін ұзын тырнақтан кейін тағы да видео түсіретін боламыз. Алдың ба? Достар, міне біздің Ұлжан мынадай не таңдап алды? 3 жылтырақ мантыны таңдап алды. Ішінен секретный манты шығады деген үміттеміз. Жүрін ақшасын төлейік. Жүр, кеттік. Ал достар, мантымызды алдық. Негізі хинкалиге де ұқсайды. Біреулер пельмен деп жатады, біреулер манты дейді, дамплинг дейді, антистресс дейді, әртүрлі атауы бар екен. Достар, жаңа айтқандай, Бану мен Ұлжан қоймадық, өткен жолы Каусардан шыққан болатын, иә? Секретный жылтырақ манты, яғни. Достар, айтпақшы, бірінші рет ашқанымызды, екінші рет ашқанымызды көрдіңіздер ма? Көрмеген болсаңыздар, осы видеоның описаниясында мен көк түсті сілтемені қалдырып кететін боламыз. Сол жерден көретін боласыздар, яғни жылтырақ мантының бірінші рет ашқанымызды, екінші рет ашқанымызды, иә? Ал достар, ендеше көп созбай, мен мантылерді өздеріне таратайын. Көп алған жоқпын, үшеуіне тағы да 3 манты алдым. Енді қыздар, осы жолы ал достар, біздің аяламыз жылап қалып, мен деген үшеу алған ем, үшеуіне жетеді деп. Сөйтсем, аялам ренжіп жатыр, Мұстафам да ренжіп жатыр. Ал енді кім бастайды ашуды? Давай, Сулифа. Аша берші, жарайды. Ал 1, 2, 3 қандай түс деп ойлайсың? Айтпақшы, бұның сыртынан қарасақ, сырты міне мынадай. Мынау секретный мысалы. Мынандай секретный болады екен, достар, міне мынандайы. Қазір енді көреміз, демек жылтырайтын деген осы ма сонда? Білмейді. Жылтырамайды? Жылтырамайды ма? Бірақ секретный осындай сияқты, точно білмеді деген, достар. Ал ашамыз. 1, 2, 3. Вау! Мынау қандай манты? Достар, мынау асты деген өткенде банутқа шыққан ұқсайды, бірақ мынау қатты емес, жұмсақ, прям күшті екен мынау. Бір необычный цвет екен, достар, қараңыздар, күшті, да? Можешь? Мен бір қолмен жасай алмай жатырмын, күшті. Болды. Мә, достар, бір видео түсіре қойып ем, аялағыз жылап, түсірткізбей жатыр, маған алмадың деп ренжіп, ала салмаппын ше. Міне. Бұл Каусардікі енді. Микки Маус түрі. Жақсылап қарап алыңыздар. Ұнамай ма? Онда аялаға бере салшы. Аяла жылап жатыр. Аяла, ала қойшы, жоным, ала қойшы. Достар, біздің Каусардайымыз аялаға берді. Ал енді Бану ашсын енді. Қандай түс шығады деп ойлайсың? Мен көк қалайым. Көк, ашық көк ба? Мынандай или радужный. Білмеймін. Мындай да, типа? Ашсай. Тосындар, санайық. Достар, біз ютуберлердің арасында осы жылтырақ манты деген видеоның бар емес, патологын қойдық ау деймін. Уже білмеймін, көп түсіріп тастадық. Оған кінәлі Бану мен Ұлжан. Бізге секретный шықпайды, бізге тағы алып бер деді, сонымен алып бердім енді. Осыдан кейін алып бермеймін деп отырмын енді. Шықса шықты, шықпаса шықпады. Ал 1, 2, 3. Стич екен, вау, необычный. Кәт?
Оке. Достар, дауыс естілді ма, естілмеді ма білмеймін. Нау деген асты қатты ана бір не бар еді ғой, мантылар ондай емес, прям жұмсақ, кәдімгі өте әдемі стичтің мантысы болып шықты. Диснейдің дейді ғой. Диснейдің бүкіл жаңа заттарынан не дедің? Диснейдің Не? Кейіпкерлері. Бану айтады, Диснейдің кейіпкерлері ғой дейді да. Бұлай өте әдемі, қараңыздаршы. Ал достар, міне Банудың мантысын өзіне берейік. Ал енді келесі кезекте біздің Ұлжаннан қандай манты шығады екен? Достар, жылтырақ манты шығады ма екен, шықпайды ма екен? Жаңа айтқандай, мына сыртындағы суреттер әшейін өтірік қоя салған сияқты. Ішінен мүлдем басқа мантылар шығып жатыр. Иә? Ал кеттік. 1, 2, 3, осыдан кейін алып бермеймін. Түй, өзіңде қарамаса енді. Бірінші, давай көрермендерімізге. Буйбай, уже ашық қойды. Ұлдарский ғой. Прям, достар, ұлдарский. Сквиш манты. Түй, құдая, білмеймін енді. Осындай болды. Ал, ризасыңдар ма? Риза. Бірақ мынау қолға деген күшті, толық мән. Нервті прям нервті успокаивать ететін кәдімгі күшті манты екен. Мынау енді біздің Мұстафаға бересің ау деймін. Анау Аялаға кетті, мынау Мұстафаға кетті. Ал мынау бізде кімге кетеді? Банудікі. Мен Аялаға берсем. Аялаға бер, сен кімге бересің? Енді қыздар мантыны алмаймыз. Я? Ал достар, сіздерге қайсысы ұнады? Мынау Ұлжандікі, мынау Банудікі, мынау Кәусәрдікі. Жылтыр манты ешкімнен шыққан жоқ. Келесі жолы тағы да алмаймын деген ойдамын. Сондадан біздің арнамызға тіркеліп алыңыздар, лайк басып кетіңіздер, және кімдікі ұнағанын жазып кетіңіздер. Осының алдында тағы да бірнеше рет біз манты ашқан болатынбыз. Оны да көріп кетіңіздер, бізге қолдау білдіріп кетіңіздер. Ал өздеріңе ұнады ма? Иә, мен өзімдікіне орын айтшайыншы, менікі бірінші орын, Кәусарға 2 шар, Ұлжанға 3. Енді іштен етпейді, ұлдарский болса не бопты? Жарайды енді. Енді бұйырғаны енді. Жылтыр манты шықпаса да ризасыңдар деген ойдамын. Ал достар, бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Пока!